Сәлеметсіздер ме? Алматы қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының жоғарғы медициналық колледжінің жалпы гуманитарлық пәндер циклдік әдістемелік комиссиясының қазақ тілі пәнінің оқытушысы Қонақбаева Айгүл Серікболқызы. Бүгінгі өтетін тақырыбым шешендік сөздің табиғаты. Сабақтың мақсаты шешендік өнердің алуан сипаттары, шешенге қойылатын талаптар мен түрлері туралы мағлұмат беру, шешендік өнер туралы білімдерін тереңдете отырып, ой белсенділігін дамыту, шығармашылық ізденіске бағыттау, сөйлеу мәдениетін жетілдіру. Халқымыздың асыл мұрасы, ұлттық құндылығымыз болып табылатын шешендік өнерді бағалай білуге тәрбиелеу. Сабақтың міндеті шешендік сөз туралы білімдерін арттыру, тақырыпты студенттердің толық меңгеруін қамтамасыз ету, тапсырмалар арқылы білімдерін бекіту. Сабағымыздың жоспары: шешендік сөзге қойылатын талаптар, шешендік сөздің сазы, шешендік сөздердің көріктеуіш құралдары, шешендік сөздің тектері мен түрлері. Шешенге қойылатын талаптар: мақам, кідіріс, дауыс ырғағы, өн әуезділігі, орфоэпиялық норма, тыныс алу, ой екпіні. Шешенге тән қасиеттерді саралайтын болсақ, шешенде ең алдымен тілдік қабілеттілік, білімділік, шыншылдық, жинақылық, аңғарымпаздық, сөйлейтін мәселені анық білу сияқты қасиеттер тән болуы шарт. Шешендік сөздің қатысымдық сыңарлары ретінде сөз дұрыстығы, сөздің дәлдігі, сөз айшықтылығы, сөз анықтылығы, сөз дәйектілігі, сөз әуезділігі, сөз байлығы, сөздің түсініктілігі мен сөз қысқалығы, тіл тазалығы, ой жүйелігі, сөз мазмұнының тереңділігі қарастырылады. Шешендік сөзде ескерілуі тиіс қағидалар: әр сөйлемде қамтылған сөздер айтылмақ ойдың бірден-бір дәл қондырған бөлшегі тәрізді болуы керек. Жазуда, сөйлеу барысында шешендік сөзді таңдаған кезде олардың стильдік ерекшеліктерін ескеру шарт. Шешеннің сөз қолдану мәдениетіндегі керекті өлшемнің бірі сөздің түсінікті болуы. Сөздің айшықты әрі әуезді болуы да негізгі қағида. Ал сөз мәдениетіне жетік болу үшін қазақ тілінің сөз байлығын өте терең де жақсы білуі керек. Жалпы қазақ тіл білімінде шешендік сөздің түрлерін үлкен 3 топқа бөлеміз. Бірінші тобымыз шешендік арнау, екінші топ шешендік толғау, үшінші топ шешендік дау. Шешендік толғау тобына толғау өлеңдер, толғау нақыл сөздер, өсиет сөздер жатады. Шешендік арнауға біреуге арнайы айтылған әңгіме, сын мін тағу, әзіл қалжың сөздер жатады. Ал шешендік дауға өзіміз білетіндей жер дауы, жесір дауы, мал дауы, құн дауы, ар намыс дауы жатады. Шешендік сөздердің тектері қазақ тіл білімінде үлкен 5 топқа бөлінеді. Енді солардың әрқайсысына тоқталатын болсақ, бірінші тобымыз әлеуметтік саяси шешендік сөз. Бұл сөзге баяндамалар, съезд, конференция, мәжіліс, парламент, митингідегі сөздер жатады. Және де әскери патриоттық, үгіт насихаттық, саяси шолу, дипломатиялық сөздер жатады. Бұл топтағы сөздер публицистикалық стильде, ресми стильде, ғылыми стильде жазылады. Негізгі тілдік құралдары мұнда біз афоризмдер, терминдер, сілтемелер, қаратпа, қыстырма сөздерді қолданамыз. Екінші тобы білім ғылымдық шешендік, яғни тіл білімінде біз оны академиялық шешендік сөз деп те атаймыз. Бұл топқа мектептегі, оқу орындарындағы дәрістер, ғылыми баяндамалар,
ғылыми шолу, ғылыми хабарлама, ғылыми көпшілік дәріс жатады. Публицистикалық ресми, ғылыми стильде жазылады. Негізгі тілдік құралдары деректер, терминдер, сілтемелер, салыстырулар болып табылады. Үшінші тобымыз әлеуметтік тұрмыстық шешендік. Мұнда мерейтойдағы, салтанатты дастархандағы, көңіл айту кезіндегі, көңіл сұрау, естірту, жұбату сөздері жатады. Негізгі стильдері көркем әдебиет стилі, публицистикалық стиль, ауызекі сөйлеу стилі болып табылса, тілдік құралдары мақал-мәтелдер, афоризмдер, тұрақты тіркестер, метафоралар, риторикалық сұрау болып табылады. Төртінші топ сот ісінде қолданылатын шешендік сөздер. Мұнда прокурордың айыптау сөзі, адвокаттың қорғау сөзі, айыпкердің қорғану сөздері жатады. Бұл топ публицистикалық стильде, ресми стильде, ауызекі сөйлеу стилінде келіп, мақал-мәтелдер мен риторикалық сұрау бұл топтың негізгі тілдік құралдары болып табылады. Бесінші тобымыз діни шешендік. Мұнда діни уағыздар мен иман сөздері жатады. Бұлар публицистикалық, ауызекі сөйлеу, көркем әдебиет стилінде жазылып, негізгі тілдік құралдарына діни қатысы бар терминдер, имандылыққа үндейтін сөз орамдары жатады. Тіл біліміндегі шешендік сөздерде қолданылатын негізгі көркемдеуіш құралдарға риторикалық сұрау, қайталау, тұрақты тіркестер, градация, литота, метафора, метонимия, салыстыру, эпитет, теңеу сөздер жатады. Осы көркемдеуіш құралдардың сөздеріне әрқайсысының глоссарий ретінде анықтамасы беріліп отыр. Енді тақырыпты бекіту мақсатында қолданылатын топтастыру стратегиясын орындаймыз. Мұнда шешен деген кім деген сұраққа жауапты жазамыз. Келесі тапсырмамыз ұлағатты сөздер сайысы. Айта берме сөз біткеннің бәрінде, ойлап сөйле, таңдап дәмін нәрінде деп Жүсіп Баласағұнидың сөзімен келтірілген шешендік сөздің 5 тегіне үзінділер оқып, әр топ соларды талдап саралаймыз. Келесі тапсырмамыз тапқыр балсаң тауып көр. Тест тапсырмаларын шешеміз. Орындайтын жазбаша тапсырмамыз. Сұрақтарға шешендерше жауап беру. Дау мұраты не, саудагер мұраты не, қыз мұраты не, жол мұраты не, қол бастау қиын ба, жол бастау қиын ба, сөз бастау қиын ба. Жерден ауыр не, судан терең не, оттан ыстық не. Осы сұрақтарға жауапты ой толғау ретінде жазамыз. Жаңа тақырыпты бекітуде көбінесе 5 саусақ тәсілін қолданамыз. Яғни мұндағы бас бармақ, бүгінгі тақырыптағы басты мәселе, бүгінгі сабақтан алғанымыз не деген сұраққа жауап беріледі. Екінші, балалы үйрек, бірлесу, яғни топта кімге көмек бердім, топта кімнің жауабына риза болдым деген сұрақтарға жауап. Үшінші, ортан терек, ойлану, мен бүгін қандай білім, қандай тәжірибе алдым. Төртінші, шілдір шүмек, шынайылық, сабақ ұнады ма, ұнаса несімен ұнады деген сұраққа жауап беріледі. Бесіншісі, кішкентай бөбек, көңіл күй ахуалы, мен сабақ барысында өзімді қалай сезіндім деген сұраққа жауап жазамыз. Бүгінгі тақырып бойынша үйге берілетін тапсырма. Адам бойындағы табиғи қабілеттілік пен шешендіктің байланысы жөнінде ой толғау жазу. Тақырыпты өткеннен кейін студенттермен кері байланыс жасау үшін төмендегідей байланыс көздері қолданылады. Яғни мұнда email почтам, WhatsApp менеджеріміз және білім KZ платформасын қолданамыз.
Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.